Сәлем достар, мінеки өте дәмді қып-қызыл шашырап тұратын, әрі оңай жасалатын макарон палау жасайтын боламыз. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, макаронымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Сосын етімізді, картошкамызды, пиязын барлығын салып, және тағы да бизонмен қуырып аламыз. Сосын тұзымызды, приправаларымызды салып, суын құйып, мінеки осылай қайнаған соң қақпағын жауып 20 минуттай бұқтырып қоямыз. Мінеки макарон палауымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, ұнаса подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.